Құрметті науқастар, сіздерге бүгін қол жуудың әдіс тәсілдерін көрсететін боламын. Ол 101-ші бұйрық бойынша өңдейміз. Ол 5 этаптан тұрады. Ол үшін бізге кран, сұйық сабын, сүзгілер және мусорный шелек қажет болады. Ең алдымен кранды өз қалпымызға келтіріп, ашып аламыз және қолымызды сулаймыз. Сұйық сабынды қолымызға алып жағамыз. Әр этап 5 реттен қаталанады. Ең алдымен оң қолымызбен сол қолымыздың үстін сулаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Және де қолымызды айқастыра отырып 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Қолымызды көп тәрізде жасаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Және бас бармағымызды 1, 2, 3, 4, 5. Және білегімізді бірге аламыз. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Және де саусағымыздың алақанын ысқылаймыз. Сағат тігінен және сағат тігінен қарама қарсы бағытта. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Қолымыздағы сабынды жуып тастаймыз. Және сүзгімен жоғарыдан төменге қарай сүртеміз. Кранды жабамыз. Жоғарыдан төменге қарай. Осымен бұл өңдеуіміз аяқталды.